папа қайтыс болған кезінде, прикинь, опора решился. Сен қиттың астында жүрсің. 5 раунд бойы мен оның болмайтын күресінен қорқып шықтым да. Бағдат сенен аздап басымырақ болады деп ойламайсың ба? Неужели мынау түс деймін оны? Неужели мен осыны бітіріп түс? Өңің ба? Түс па, өң Көзімді ба? жұмамын да, қатты ашып, жоқ мен действительно отып жатырмын деймін ондан. Бәріне сәлем достар, менің атым Алена Узева және біздің жобамыздың алғашқы қонағы Қазбек Сағын. Найза лигасының экс-чемпионы. Минималды салмақта панкратионнан Қазақстанның 4 дүркін чемпионы. Самбо, әмбебап, жекпе-жек пен қоян қолтық ұрыстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Бәрін айттым ба? Еңбек сіңірген спорт шебері. Еңбек сіңірген спорт шебері. Сосын ішкі істер департаментінің бұрынғы қызметкері деп тұр. Иә. Және егіс лебіз жобасының қатысушысы. Ештеңе ұмытқан жоқпын ба? Иә. Алып қосарың бар ма? В принципе, жоқ. Сені тұлға ретінде қарастырған кезде өте қызықты адам болып көріндің. Сол үшін сені шақырып отырмын. Қош келдің. Рахмет. Келгеніңе рахмет. Біріншіден ең қызықсынан бастайық. Келесі айда Алла қалап нәсіп болса, мамырдың 30 жұлдызында Бағдат Жұбанышпен қарымта кездесу өткізесіңдер. Көптен күткен. Иә, көптен күткен. Соған байланысты бірнеше сауалым бар. Ең біріншіден, сендердің алғашқы кездесулерің тура 2 жыл бұрын болған екен, 2023 жылы. Мамыр ма, шілде ма, сондай кезде болған. Сол бірінші кездесуден бастап, сол күннен бастап, жекпе-жектен бастап, бүгінгі күнге дейін сен қиттың астында жүрсің. Соған сұрағым, неге саналы түрде сен соған екінші рет бас сұғып отырсың? 2 жыл болғанда біз алдың бірінші жекпе-жектен кейін негізі сразу реваншқа келісу керек болатынбыз. Сосын бір жағдайлармен мен алдында айтып кеткен болдым, біраз подкасттармен көп салмақ қуғаннан кейін мен кішкене салмақ қуудан кішкене бетім қайтып қалды. Содан кішкене сәл не қылдым. Мен айтқан болатын 57-ге көтек, ол 53-те, өйткені титул 53-те болды. 53-тен басқа салмаққа шықпаймын дейді. Сөйтіп біраз жүріп қалдық. Сосын мен травма алдым дайындық кезінде. Сөйтіп 2 жылға созылып кетті. Алдында осы 1 жыл бұрын келіскен болатын 18 май күні біз шығатынбыз дейді маған. Келіскен болатын. Сол кезде жүріп мен аяғымды қайтадан операция жатқан болатын. Қазір негізі 2 жылдың ішінде дұрыс айтасыз, көп хейт болды, не болды. Мен оған особо қатты мән бермеймін, бірақ енді көрермендерге бұл бой керекті. Қанша жылдан бері айтып жүрді. Бұл бой жабылмаған сұрақтар бар, әрине. Мен үшін жабылмаса бірінші очередь көбісі айтады Бағдатқа керек дейді. Мен ойлаймын, бірінші очередь ол маған керек да. Потому что өйткені бұл бойда мен айтамын да, Бағдат өзін толықтай бұл бойда көрсетті өзін. Оның бэк багажында не болды, ол өзі не істей алатын бұл бойда бәрін көрсетті да ол. Оның қолы не келетін бәрін көрсетті. Бірақ мен бұл бойда мен өзімді ашыламадым. Мен өзімнің определенный бір қиындықтар болды. Салмақ қуу кезінде. Салмақ қуу кезінде первый очередь сол болды, восстановление болмады. Мен ашыламадым да. 5 раунд бойы мен оның болмайтын күресінен қорқып шықтым да. Мен айтамын да, Қазбек, ол саған не істей алады деймін да күресте. Сен өзің айттың, бірақ сонда да 5 раунд бойы мен оның күресінен қорқып шықтым. Хотя ол күресте маған ештеңе істей алмады. Мен өзімнің полный, былайша айтқанда, амбициямды сол жақта қалдырамадым да, өзімнің бар талантымды көрсете алмадым. Соның өзінде сондай бой көрсеттім да. Қазіргі бойда мен полный қателіктермен жұмыс жасап шықтым. Ол не істеу керек екенін, ол маған ештеңе істей алмайтынын. Осы бойда бәрі басқаша болады да. Өйткені мен полностью айтамын, ол өзін осы бойда тастады. Полный көрсетті. Мен бұл бойда өзімді 60-70%, максимум 70% мен көрсете алдым. Өйткені кішкентай нелер болды. Өйткені 5-ші раундта мен 1-ші раунд жақты шаршамай тұрмын да. Сол кезде айтамын да, не үшін сен сол кезде давить етіп тастамадың деген ойлар. Әрине мазалайды ғой. Сол сияқты мен осы бойда Құдай қаласа өзімді 100%-ға көрсетемін. Демек сенің мотивацияң бұл жерде өзіңді толыққанды көрсету болып отыр. Иә, толыққанды көрсету. Өйткені менің бэк багажым, именно өзімнің опытым одан қарағанда көпті. Мен разнообразный боецпін. Вот соны көрсеткім келіп тұр да мен. Ал 2 жылдан бері сен бірақ жекпе-жекке шықтың, кіммен? Дасилвамен шықтым. Осы өткен жылдың күзінде. Мына 2 жылдың ішінде Бағдат бір рет жаңағы белбеуін алды, бір рет оны қорғап үлгерді. Сосын кіммен шықты? Сенің бұрынғы қарсыласың Джон Шинкпен шықты. Иә, сонымен шықты. Жалпы 3-4 жекпе-жек көрсетті.
Джоншингпен он маған алдында шықты емес па? Жоқ, Джоншингпен ол маған дейін шықты, Джоншингпен. Қателеспесем. Онда шатастырып отырмын. Менен кейін бір 2 жекпе-жек берді ғой деймін. Менен кейін найзада 2, 3 жекпе-жек берді. Мүмкін. Иә, сондай берген шығар. Жалпы 2-3 жекпе-жек болды дейік. Сенде 2 жылдың ішінде жаңағы жарақатың болды, ота жасаттың, соның салдарынан жаттығуға бара алмадың. Сол үшін Бағдат сенен аздап басымырақ болады деп ойламайсың ба? Жоқ. Өйткені бәрі бұл жақта енді мен былайша айтқанда бәрі психологияда ғой, бәрі ментальный подготовкада. Өйткені мен айтамын, мен ментальный любой бойға жақсы дайындаламын. Қаншалықты не болса да, мен особо травмаларға қатты қарай бермеймін. Өйткені бұл 5 раундтық жекпе-жекке мен как положено, Құдай қаласа дайын боламын. Мен ең бастысы қаншалықты травма болса да, не болса да, бәрі мен мына жақта главное тұрып қалмау ғой. Ең басты байыстары сол. Травма болды, өзінен оны сылтау іздеп жүресің көп негізі. Аны төбелеспен, потому что мен бұл наоборот бойға свежий болып шығамын да. Главное подготовкам қазір жақсы өтіп жатыр. Полный қазір физикалық, өзіміздің функционалдық подготовка уровеньға жеткізсем, болды, маған ештеңе керек емес. Сол себепті мен қазір бәрін четко и алдыңғы қателіктермен жұмыс жасасам, мына бой маған бар ғой, осы бой өте оңай болады, Құдай қаласа. Есімде бар болса, осы өткен жылдың күзінде кіммен Да Силвамен шыққан кезде, сол жерде есік алдында есіңде ма, сен келіншегін үшеуміз тұрып едік қой, мен таксиді күтіп тұрған кезде. Сол кезде сен айтпағансың, аздап қиын болды деп, бұл жекпе-жек Да Силвамен. Тура сол жерде айтылған сөз болу керек ау, сенің келіншегің кіммен? Бағдаттың реваншына қарсы деп. Соның бәрін не қыласың қайтадан деген сияқты. Мен үйдегілер негізі, ол кішкене әйел баласы болған, жаны ашиды, не қылады. Мен үйдегілермен сөйлесем, не қыламын. Негізі бұл жекпе-жекке үйдегілер не болды соншама дейді, шыға бер болды. Кішкене Бағдатты да түсінеді да, мен айтамын да, келіншегіме айтамын, үйдегілерді Алина деймін да, мен өзіме уверен болмасам көру, мен о жаққа даже уверен болмасам, мен о жаққа бармайтын едім деймін. Ол менен асып кететін ештеңке жоқ деймін. Наоборот көру, сендер үйде тұрасыңдар, аккуратно тақымдарын қысасыңдар, дұғаларын тілейсіңдер, мен потому что білесің өзің көру. Шығатын жекпе-жегім мен по-любому Құдай қаласа ұтамын деп шығамын да, потому что у меня нету такого. Шыққан кезінде артқа ойбай мынау балай болып қалады, раундтың арасында, мен наоборот раундтың арасында аналарын қараймын да, анау бейті ентігіп атқан кезде мен наоборот қушыналым да, өзім шаршап тұрсам да наоборот. Сондай моменттері и болады, айтылады, қарсымыз дейді, не дейді, бірақ сонда да олар мен шешімімді қолдап отырады. Мен соңғы сөзімді айтамын, шығамын деймін, сол кезде бәрі қолдап қолдап отыр демекші. Сен түрлі салада бақ сынап көрдің өзіңді. Әнде айттың, ММА-де көрдің, басқа мемлекеттік қызметтің бар деген сияқты. Барлық жағынан сені келіншегің қолдайды. Есімі Алина, қателеспесем. Сол туралы кішкене айтып өтсең. Үйдегі алатын шабытың, қолдауың. Әрине енді еркек балаға, еркек адамға өзі үйдегі тыныштық ең басты, үйдегі тыныштық, үйдегі айтады ғой, гармония, үйдегі бар енді бақытты айтады ғой, әйел адам сақтаушы ғой енді соны. Әрине Алина о жақта мен ең бастысы сол мен ұнайтын бір несі, ол мен никогда не қылмайды да, орысша айтқанда напрягать етпейді да. Үйде келем, дайындықта болсын, жұмыста болсын, ол өз орнын біледі да, лишний раз кеп маған мен настроениемді қама қарап біледі да, мен негізі. Үйге келем, қама қараймын, и ол мен үйге шаршап келсем де, қалай келсем де, үйде енді еркек адамға үйге келген кезінде күліп, баласы мені күтіп алса, сразу проблемаларын бәрін сыртқа қалдырып кетесің, сол сияқты. Сондай моменттерін біледі, келеді үйге, бала мен күтіп алады, хоть настроение болмаса да мен күліп кіремін, не қылып, сол моментті кішкене өзі ауытып алады да. Тренировкадан шаршап келсем, сол жағынан Алина молодец. Несін үйдегі ең басты қазір бізде Қазақстанда ең басты проблема ғой. Үйдегі проблемаларды сыртқа шығармау да. Сол мен көбінесе жастарға да айтатын нелерім бар. Үйдегі проблема негізі максимально сырт іште қалу керек негізі. И вот әйел адамдарға айтамын, неге айтамын, сол Алина сол жағынан молодец та, біздің үйдегі бір қыр-сырымызды білдірмейді. Болады енді андасында үйде ыдыс-аяқ сырламай тұрмайды дегенде ғой. Сол сияқты Алина о жағынан молодец, постоянно поддерживать етеді, не қылады. Бірақ көбінесе ол поддержкасы андай да,
көп сөйлемей, андай көп сөйлей бермей, ана бүйтіп істеу керек, мынаны бүйтіп істеу керек, мен сені поддерживать, ондай емес та. Оныкі чисто өзінің спокойствиесімен сондай мен поддерживать етті мен ана дает өзін, ол маған мұрша береді да ойлануға, және қылуға, сол сияқты где-то подскажет дегендей сондай. Ері қылатын, ерді ері қылатын да, жері қылатын да әйел дейді ғой. Иә, дұрыс айтасың. Ал жалпы қалай таныстыңдар? Қайдан таныстыңдар? Қайдан білдің сенің адамың екен? Алинамен біз, мен Таразға тойға барғам, жолдас балам тойына. Сол кезде мен Қай жыл болған нәрсе? осыдан бір 2-3 жыл бұрын, 2-3 жыл бұрын Таразға тойға барғам ол кезде. Сол кезде мен марқұм жолдас балам бар, Миша дейтін, Мерғали. Сол марқұм жолдас балам тойда отқанбыз, не қылғанбыз, сол кезде былай сөзден сөз қашан үйленесің дегенде да, енді мен көбісен біледі, бірінші неден ажырастым, содан 2 жыл жүрдім дегенде қашан үйленесің, сөзден сөз. Енді үйленетін таныстыратын қыздарың болса таныстырмайсың ба деген. Сол күні тойға мен 2 күнге келгем. Сосын Мерғалидің келіншегі, мен бір подружкам бар, көрші дейді да, ертең тойдан кейін не қылайық деп. Я говорю, көрейік деп, мен тойда былай бір айтылып қалды, не қылып қалды. Келесі күні маған жазады да, мен Тараздамын әлі. Мен подружкаммен что там кешке шақырмайсың ба, бір жаққа танысайық дегенде. Я говорю, мен опа, көрейік енді танысайық дегенде. Сол кезде бардық, екеуміз таныстық. Кеп тұр, басында енді Алинаның түрі, бөпенің түрі сияқты ғой. Кеп кешке келеді, екеуміз танысамыз. Үндемеді, вообще бір не ештеңке айтпады, аузына сөз шығарамадым мен. Иә дейді, екеуміз сөйлесіп не қыламыз. Енді кеткен кезде қатты искра болмады негізі. Сосын енді ол видать бірінші неде ашыламады да, бірақ номерларымыз бәріміз алып кеткенбіз. Сосын мен Алматыға кеттім, ол осында бір аптадан кейін ба, что-то мен жаздым, содан кейін бір аптадан кейін на дистанция сөйлесе бастадық, ол да кішкене ашыла бастады. Сөйтіп уже енді сразу енді жас қой, енді 2002 жылғы. Енді содан кейін ақырындап екеуміз, сосын мен Таразға бір келіп кеттім, сосын сөйтіп арамызда уже екеумізде уже жылулық пайда болды да, контакт. Көп созбадық, как раз көп созбадық. 4 айдан кейін сөйлесіп танысқаннан 4 айдан кейін как раз мен Шинкқа титулға ұшып бараттым ғой. Иә. Титулға ұшып баратқан кезінде как раз ол 17 ноябрьда маған туған күніме келді, а мен 18 ноябрь неге Ақтөбеге Шинкпен бойға ұшып кетем көрдім. Ол келді, ол өзі айтқан жоқ келетін деп. Ноябрьда келді 17-сі күні, и алдыда үйдің алдында, короче, андай бір неше түрлі нелермен, короче, мен поздравить етіп, мен салмақ қуып жатырмын ар жақта. Поздравить етіп, сол кезде үйге келдік, сосын үйге келіп подружкасымен келді. Қолдау дейсің. Иә, қолдау ғой. Мен бойға шығарып салып жатыр, қолдау, бірінші титулы. Подружкасымен келді, біз үйге келдік. Үйге кірдік, чай ішіп, ары бер. Сосын мен айтамын, Алина деймін ғой. Мен қазір Құдай қалса бойға барам. Аман есем, аяқ қолым аман есем келсем, ұтып келсем, короче, біз екеуміз үйленеміз деймін ғана айтамын ғой. 4 ай өтті арада. 4 ай өтті арада. А мен үйдегілерді дайындап жүргем, үйдегілерге. Мама, короче, мен дайындап жүргем, бір қыз бар, короче, Құдай қалса үйленеміз. Мамалар енді комитетші қой, өздерінше информация жинап туда-сюда, короче. И сөйтіп жүрген, мамалар да дайындап көрдіген. И мама айтқан, что там балам, егер бой аман есем өтсе дейді да, ноябрь болды ол кезде. И сол көп созбай, декабрьдің 19-ына бет ашар жасап жіберейік дейді да сразу. Иә. Үйдегілер бәрі дайындап қойып, кафені бронировать етіп қойған ғой. Ар жақта дым білмейді, короче. Алина вообще мені таниды сырттан. Он үйленеді деген бір сөз болған жоқ. Мен айтамын, Алина деймін ғой, короче, бойға барып келейін аман есем. Сосын келеміз, мен, короче, бойдан ұшып келемін да, сразу келесі күні сендер жаққа барамыз деймін. Сендер жаққа барып, әке-шешемен танысамыз, туда-сюда. И бәрін нормально қыламыз деймін ғой. Ол қалай, мен мамаларға қалай айтам, нормально, аман сен бойды бітіріп келеші, дальше посмотрим деймін ғой. Иә. Мен барам, короче, титулды ұтып келем, сосын Алматыға ұшып келем, үйде күтіп алады бәрі, короче, тудасы. А мен көзім мынандай, Шинкта келген ана, не ғой, рассечение. Есімде бар аха. Сосын айтамын, мен, короче, жүр деймін, Алина, болды, келесі күні. Мен сол келем, бір күн қонамыз, Алинаны ұстаймын, Таразға шығып кетеміз дегенбіз. Үйдегілермен танымыз. А бізде уже 19-ында уже бет ашар тұр. А мен кетіп бір 3 ноябрьда ма, сондайда ұшып келдім ба, сондай болмас па? Арада бір 3 апта максимум бар. Үйдегілеріне барам, әке-шешесімен кездесем, әке-шешелері қызым жас балам қоя тұр дейді. А әке-шешесі мені таниды да енді былай. Сырттан таниды. Қызым жас балам дейді. Бірінші кездесуің ғой сонда? Бірінші кездесу, қызым жас, сәл күте тұрыңдар, не қылыңдар, ары бер дейді. Сосын мен енді шұлып тұрмын, титулды алып алғам, ар жақта не қылып тұрсың, қалай деп мен кішкене ашуға бір Алина байқұс 2 арада. Ол не істей алады, әкесі рұқсат бермесе. Сосын екеуміз шықтық та, былай кешке сөйлесіп отырып, сосын мен мамаларға звондадым, мама дедім, көкелерді алыңыз да, короче, өздеріне тяжелый артиллерия болып келіңіздер деп беріп барады. Кәдімгідей жаулап алдың дейсің ғой. Мамалар түні бойы ұшып келді, түні қордайтын не келді,
көкені алып келеді, жеңгем келді, ары бері мен өздерін типа тәтті шай ұйымдастырып жіберемін ғой оларға. Анан просто сөйлесу деп келеді да мамалар. Ар жақта мынау келеді, оларды айтамын енді бір ағаларыңызды басып келіңіздер, үлкен кісілерді алып келіңіздер деп, олар бір бажасын шақырады. Мына жақтан делегация жиналады, мына жақтан делегация жиналады, арада не қыламыз да, короче, біз Алина келіп жүрші кет қыламыз екенбіз. Бір гүлдерін аламыз да, подарок етіп, сөйтіп бір атмосфера создать етіп кетеміз да. Олар өздері қалды. Екі сағаттан кейін келсе мама көзін қысады, короче. Бәрі дұрыс деген. Көзін қысады, мен нормально болып кеттік қой екенбіз. Артынан кейін уже шығарып салған кезде папа, мама деп кеткен шығар жаңағы. Нормально сөйтіп мамалар уговаривать етіп, сөйтіп 3 аптаның ішінде еш болмағандай беташар, бірақ олар кісілер айтты беташар болмаған. Кім жас деді. Қызым жас, той істеп бер деді. Сөйтіп беташарды сразу тойға жібере салдық. Иә, қосып, уже кәдімгі үлкен той өткізіп жібердік. Мені бір сұрақ мазалап тұр. 4 ағай ғана таныссыңдар. Сол 4 айдың ішіне қалай түсіндің? Соның жанында бақытты боламын деп. Мен бірінші очередь кішкене әке-шешесін қарадым да. Потому что оның мінезі, несі, ол қайқы кетеді ол. Егер әке-шешесі нормально болып тұрса, оның мінезін по-любому бұрып алады да. Әке-шешесі бір жақтан изияны кетсе, мен сразу айтатын едім, уже қыздан кішкене, мүмкін қыз кішкене ол жақтан не болатын жерде. Мен бірінші әке-шешесін қарадым, туған туыс бауырларын, отношенияларын қарадым ба, бір-бірімен қалай болатын. Соның бәрін не қылғаннан кейін, ол арасында ең спокойный еще Алина болып тұр, получается. Соны бірінші соны қарап алдым, сыртта жүрген кезде бәрін зерттеп алғансың ғой. И сөйтіп Алина уже мынандай ешқандай во время сөйлесіп жүрген кезде ешқандай не болмаған одан. Элементарно даже қызықпайды да, андай сыртқа шығып қыдыруға, там туда-сюда, оны чисто семейный. Андай нелер келіп болады ғой. Ар жаққа барайықшы, мына жаққа барайықшы деген дейді. Мен айтамын да, жүрсеші барайық деймін ғой. Оны наоборот сөйлеймін да. Интроверт екен, қарап тұрсаң. Былайша айтқанда, былай қатты интроверт деп те айта алмаймын, бірақ үйдің атмосферасын жақсы көреді ол. Жаңа сен айтып отқан уют анау мынау деп тұрсың ғой. Ауызы күйген үрлеп ішеді дейді. Сол үшін сен жақсылап сараптап қарап алдың ғой. Бірінші барактан кішкене жас болдық, не болдық, содан мен сондай бір қателіктер болған шығармын, кішкене былайша айтқанда эмоциямен беріліп дегендей. Сол бірінші отауың туралы да кішкене рұқсат етсең, сөз етсек, себебін сұрамай ақ қояйын, егер қаласаң, онда қуанатындаймыз. Бірақ сұрайын дегенім, жалпы негізі психологтардың айтуынша адам баласына 3 үлкен стресс әсер етеді деп. Ол үйлену, ажырасу және жақын адамның қайтыс болуы деп. Сондағы саған үлкен әсер етіп отырған стресстің бірі бұл ажырасу. Сенің мінезіне, сенің тұлға ретінде қалыптасуына қалай әсер етті бұл біріншіден, және бірінші некеден қателеспесем ұл бала бар, Ұл бар. Сол туралы айта өтсең. Енді дұрыс, ажырасу деген ол өте ауыр стресс, ол еркек адамға, ол капец, ол мен сол кездері қазір не қылсам, по-любому жүрегім бір чанчып не қылады да, по-любому. Әлі күнге дейін ба? Әлі күнге дейін, ол өте ауыр стресс ол. Егер адам үй боламын деп үйленіп кішкене, тем более арада бала болса, еркек адам өте қиын нәрсе. Тем более психологически өте адамды сындырады деген сол. Басында түсінбейтінбіз енді. Көрді. Сәл былай жоғары айтқанда кішкене жастау болдық, бір-бірімізді сөздерімізді көтере алмадық. Ол кезде нешедесің? 23-те үйлендім ғой. 23-те үйлендім, жастау болдық, кішкене бір-бірімізді менмендік болды, екеуміз де спортсменбіз, былайша айтқанда. Ол да спортта жүрді ма? Ол да спортсмен, ол халықаралық дәрежедегі спортсмен, спорт шебері. Екеуміз бірге сборда танысып жүрдік бірге, жүріп жүрген кезде сборда жүрдік бірге. Сөйтіп сояқтады, басында бірге тренировка істеп жүрдік қой, былайша айтқанда. Сөйтіп жүріп таныстып жүріп, ортақ спорт болды, ол да рукопашкаға шықты, сөйтіп жүріп таныстық екеуміз. Біраз жүрдік, бір-біріміз не қылдық, үйлесумен таныстып, не қылып, сөйтіп үйлендік. Бірақ кішкене все-таки қиындау болды да, ол спортта, ол енді спортта не қылып қалған ғой, мен оны кішкене ограничивать етіп бастадым. Сен кейін келін баласын, үйде болуың керек дегенде, мен өзімнің нелерім бар, требованияларым. Ол басында көнді, не қылды, бірақ мен сыртта көп емес, мен ол кезде көп сборда жүретін. Сөйтіп по-любому менің вниманием жоқ болды. Ол келеді мына жақта мен кішкене не қыла, сондай моменттерден екеумізде кішкене искра пайда болды да. Искрадан содан бір-бірімізге кішкене, ең бастысы енді отбасында бір-біріне уступать ету ғой, бізде сол кішкене қиынырақ болды да. Жаспыз ғой кішкене. Сол моментте кішкене енді арада бала бар дегендейім, ол жас. Сөйтіп жүріп ажырастық, бірақ мен сол стрессті негізі алған, бірақ енді
бір ай өте қатты 28 күн мен помню ауылда болдым, 28 күн не ұйқы жоқ, не жоқ, сөйтіп сондай момент болды. Не үшін именно 28 күн білмеймін. 28 күннен кейін не тренировка жоқ. Бір кез 28-ші күні мен отырдым да, не істеп жатырмын дедім мен. Еркек басыңмен кішкене жиналсашы, не деген сұмдық дегенде. Алдыда сборлар болма, біраз бәріне, короче, бармаймын, не қылмаймын деп жұмыста жайнаған. Сосын бір моментте ме, короче, таңға дейін отырдық балалармен. И сосын бір сөзді әсер етті маған, негізі бір кафеде отқанбыз ба, сол кезде ана кісілер қасымда бір отқан жолдас бар, не болды, Қазбек әлі жүр ма ауылда дегендей сондай бір сөздер айтты да. Жарыстар жоқ па, бір нәрсе, жұмыс жоқ па деген сондай бір сөздер әсер тиіп кетті да маған. И мен сонда мына жүрегім дейді, не істеп жатырмын мен мынақта деймін да, натуре. Есіңді жидың дейсің. Иә, үйге бардым да, сразу түн бойы киімдерімді жинадым да, сразу қалаға шығып кеттім. Үйге келдім, үйден пустой. Сөйтіп сразу на рейс отырып кеттім ғой, жұмысқа уже не қылып, жұмыста больничныйда болдым, бір нәрседе болдым мен, короче. Түсінбедім, бір жыл өтіп кетті. Сөйтіп аяқ не қылып кеттік. Енді басында, конечно, бәрімізде характер ғой, бір-бірімізді көнбейміз, бала бар ортада, сөйтіп жүрдік та. Бірақ қазір Құдайға шүкір, екеуміздің общениеміз нормально. Мен үйлендім, ол успокоилась дегенде, қазір балам уже 6-ға келіп қалды, былай қарап тұрсаңыз. Биыл мектепке барады, Құдай қаласа. Ал екінші отаңда қыз бала дүниеге келді. Қыз бала. Бір жаста, иә, бір жастан асты. Бір жасқа келді. Бір жастан асты. Ұлың қызмен таныс ба, араласа ма? Иә, Алина маған айтады да, мен енді біз жұмыспен ары бері көп, Алина айтады, айналайын дейді да, баланы алмағалы біраз болды, баланы алып кетейік дегенде сөйтеді. Алина өзі баланы алып екеуі не қылайық дейді. Екеуі бірге болса саған жақсы болады дейді. И мен алып кетемін, мен балам как положено, қызымды айдап, сестренкам деп қой, қасынан шықпайды. О, жақсы екен. Я сондай, баланы енді Алланың мейірімі ғой, былай қарап тұрсаң, ол связьді табу қиын негізі. Сол сияқты ар жақта да басында қымбатта кішкене бүйтіп не қылды, қымбат уже успокоилась, ол да түсінді. Қымбат ол андай ғой, эмоциямен, бірінші келіншегім, ол да кішкене басында эмоциямен қабылдайды да. Мен айтамын да, сен постоянно деймін да, эмоциямен қабылдайсың. Кейде сен өзің мнениең болмайды деймін да, сен резко мнениеңді аудару сұлу, былай деймін да, по щелчку пальца. Адамдарға көп сенесің деймін да. Сен кішкене өзің мнениең болу, любой нәрсені, говорю, сен менімен советоваться етші, говорю. У нас-то все уже сейчас понятно же, говорю. Сен любой нәрсені, чтобы сен алда кетпейтін менімен посоветуйся, говорю, мен соны дұрыс нәрсе беремін. А ол соны кейіннен түсінді да, уже жетті. Сол действительно любой нәрсе звондайды, Қазбек туда-сюда, баланы не қыласың деп. Қазір уже сондай уровеньға жеттік екенбіз. Кәдімгідей достасып енді. Иә, достасып қазір жақсы сондай уровеньға жеттік уже. Шүкір. Алина шынымен де өте ақылды қыз екен. Сол жағынан Алина молодец. Басында мен қорқасың ғой, все-таки мен ертесің балам не қылады, ертесің маған хайвай шығарушы болма, говорю, Алина, көрім, екі баланы ортаға тұрғызып қойып, сен анаған не қыласыңдар. Говорю, жоқ, ондай не емес. И до сих пор вообще наоборот өзі айтады да маған, баланы алып кетсе дейді да, бала уже скоро мектепке барады, ананы алып берейік, мынаны алып берейік дегендей. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Жұптарыңда қызуқан сен сияқтысың, ә? Мүмкін емес бөлшегім, Өйткені жаңа айтып отырсың ғой, Алинаға айттым, Алина бүйтпе, сөйтпе деген сияқты. Мен сразу басынан айтам, былай не қылма деп, сразу границаларын не қылып қоямын да кішкене. Ол соны түсінеді. Жаңа сен айтып отырсың ғой, ажырасқан кезінде сенің жасың 23-24-те болған. 23-те болды. Иә. 24-те болды, сондай болды. 25-те болдым ба даже. Сенің Инстаграм парақшанды сараптаған кезде, қателеспесем, дәл сол кезеңде әкеңнен айырылдың. Сонда екі жағдай бір кезде болып қалды ма? Жоқ, мен үйлендім, как раз 23-те айырылдым ғой мен әкемнен. 23 жаста. Как раз мен үйлендім, мен тойымды өткізгеннен кейін бір ай 15 күннен кейін ба әкем қайтыс болды. Мен үйлендірді, бір айдан кейін 15 күннен кейін әкем қайтыс болды. Сол моментте емес, одан кейін біраз тұрдық, қымбат екеуміз 2 жылдай тұрдық. Бірге келген жоқ екеуі. Біз 3 жылдай ма бірге тұрдық қой, қымбат екеуміз. Бірге келген жоқ, әке үйлендірді, бір ай неден кейін қайтыс болды сол моментте. Ал бұл жағдай қалай саған әсер етті? Адам былайша айтқанда жақын адамның пока жоғалтпайынша сондай ауыр нәрсесін түсінбейді екен да. Мен басында жүретін, кейде ойланасың ғой, әке-шең қасында, мен кейде ойланатын бүйтіп, прикинь деймін да, осы
папа қайтыс болса, мама қайтыс болып кетсе қандай болады деп, андай болады, бір жүрегің бір шаншиды да, иә өйтіп қояды да, қойшы Құдай сақтасын деп қоясың ғой ішіне. А когда папа қайтыс болған кезінде, прикинь, опора решился, и мен постоянно Ташбек деп сөйтіп не қылып отыратын да, и мен сол моментте мен моментом өсіп кеттім сразу, еркелеп жүретінмін ғана. И прикинь, мен үйдің үлкені, мен еркектерден әпкем бар, енді әпкем молодец, енді еркектің характерін берген ғой, сол она меня сейчас до сих пор поддерживает. Мені конкретно сындырды, мен не істерімді білмеймін. И бір моментті помню, жаңа әкем қайтыс болды, и әкемді комнатаға әкеліп қояды ғой сол кезде. Комнатаға әкеліп қояды, мен үйдің ішіне кіремін, жаңа комнатада отыр, и мен жалғыз өзім кіремін да, и сол кезде өзіме сұрақ қоямын ғой, қалай деймін да, енді андай қиын ситуацияда әкең қасында жатыр, и мен жалғыз отырмын да ішінде, и адамға қатты әсер еткенде мен айтайын, қалай дальше не болады деймін да, енді мен жаспын ол кезде, өзі еркелеп жүргенсің туда-сюда, папа қалай дейді айтады, сөйтіп жүрген, енді қалай болады деймін да, мен ана нені жылайсың, ананы ойлайсың, қалай болады, мама ар жақта қиналып жатыр. Мен айтамын, что-то папа, сен что-то ерте кеттің ғой, говорю, что-то сен бізді тастап енді қуанатын кезде, ладно, біз говорю, и ой, былай келеді, былай шығады, енді өте қиын болды негізі, біраз жылдар мен қиналдым негізі. Мен өзі как раз жұмыс істеп жүрдім МВД-да, өте қиын болды маған. И сол моменттер негізі кеткен кезінде папа өзі андай Қордайға өте әйгілі адам болатын, такой еркек адам ғой. И какой-то момент тоже он бизнесі маған қалды дегенде, соның бәрін реттеу керек болды, мал шаруашылық туда-сюда. И маған өсу керек болды, короче. И сырттан неше түрлі андай болады. Енді қазір әке жоқ, тіреу жоқ дегенде сондай басында, мен вообще не ожидал то, что болатын. И, короче, сөйтіп кішкене анау, признавать етпей кете бастады, болады ғой сондай кішкене. Признавать етпей бастады негізі. Малдардан туда-сюда деген, и мама сол моментте қинала бастады да, говорю, осылай. И мне пришлось включиться сол момент. И мен шығып, соның бәрін реттеп, короче, кому надо зубы показал дегенде, кому надо сөйтіп, сондай моменттер болды. Оказывается, ол өте қиын екен, бізде адам баласы негізі өте ауыр адам негізі, сөйтіп моментом где-то пользуется дегенде. И Құдайға шүкір, Алла күш қуат берді, орында бар он алады дейді ғой. Сол сияқты, сол момент маған өте қиын болды, бірақ как-то сол Алланың күш берді, мен резко өсіп кеттім уже, еркелеу деген понятие болмады уже. Туда-сюда, там анаяққа барып келемін. И какой-то бір 2 жылдың ішінде мен сразу өзі бәрін орнына келтіріп, қазір справили же. Бірақ әлі күнге дейін, оказывается, қиын. Өткенде ғана мысалы қызымның 1 жасын тойын жасадық қой. Сол кезде 1 жасын, маман 60 жасқа келдік, 60 жасымен 1 жасын осы 1 апта бұрын. И сол моментте сыртқа шығам, соңғы кезде тос сөйлейтінде өзінен той иелерін шығарады ғой. И сосын сестрам бір видеоролик жасап қойыпты да. И ана видеороликті қарамда, как будто қазір келе салатын сияқтысың деймін, как будто. И мен айтам да, қазір осының бәрін көретін адамсың ғой деймін да. Ладно, говорю, просто ештеңке істемей. Негізі адамға қиын екен деймін да. Еркек адамға қиын болады екен, әкесін жоғалтқан негізі. Соны көріп, сол кезде тойда қатты қиналдым мен негізі бар осы, бір аптадан. Анан как будто келе салатын сияқты болды да. Да. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе, сондықтан күтеміз. Ал өзіңді қалай ретке келтірдің психологиялық тұрғыдан? Сен айтып отырсың ғой, әкең қайтты, бұл жауапкершілік толықтай сен мойнына асты ер адамға асатындай жұмыс, соған өзіңді ретке қалай келтірдің?
мысалы айтып отырсың ғой, ажырасқан кезінде бір досыңның айтқан сөзі, таныстың айтқан сөзі ма саған әсер етті деп. Ал сол кезде не жағдай болды? Ол кезде мен өзім жалғыз болған кезінде мүмкін мен сыныпта кететін шығармын, может, бірақ қасымда жаңағы туған бауырларым ғой основной. Әпкем, бәріміз отырып, мынау қалай болады, мынау әпкем ғой негізі основной, потому что сыртқа мама жалғыз қалды ғой үйде, өйткені сестренкам бар, кішкентай, братишкам бар, ол да пока в облаках ол кезде. Жас қой енді ол да. Кішкентай, мама жалғыз қалды. Екі тәтем тұрмыста, получается, сыртта тұр. Сол кезде мама жалғыз үйде, енді қалай болады? Мен ойладым, жұмысты тастаймын да, ауылға келем деп ойладым. Маманың қасына келем уже, қымбат. Осы, здесь уже мал шаруашылық қараймын. Уже спортқа думал уже крест дегенде, ол уже шет жағында тұрды ғой. И сосын маған келді да, үлкен тәтем мен, получается, күйеуімен неде, күйеуі пограничник, неде істейді, границада. Ол квартирада тұрады. Сосын маған, если не ошибаюсь, жездем келді, Қазбек дейді да, біз маманың қасына көшіп барайық дейді. Сен жұмысыңды істей бер өзің, енді бастап жатсың, тастау болмайтын. Иә, сен давай дейді да, біз маманы қарайлаймыз өзіміз, полностью өзің сен жұмыс істе, короче, дейді да. Сөйтіп какой-то момент бір 40 берді, не қылды, сосын Аидалар, короче, бала шағасымен көшіп келді. Сол бар ғой, береке болды негізі бар ғой. Потому что мама жалғыз қалмады, үйде бала шаға, сөйтіп алданды да. Кішкентай балалармен алдан. Жезе, короче, жездуха, короче, басында полностью ана ферманы қарау оңай емес қой. Ол малдан дым білмейді жездемді. И сөйтіп жүріп қазір номер один фермер ол, например. Қазір осы уақыттан әлі қарап отырмын, мысалы үшін. Басында қиналды, ұрынды, не қылды. Қазір әлі күнге дейін бар ғой, мен әлі күнге дейін араласпаймын, например. Келеді, тауға барамын, например, четко бәрін істеп қойған, не қойған. Сөйтіп айтады, тура еще мінезі де папаға келеді негізі, жездемнің, үлкен жездемнің. Үндемейді, такой четкий. Сөйтіп барып, сол моментте қалай маған айтты, Қазбек жұмысы, мен әлі күнге дейін маған, мысалы, бір тесігімді жауып келе жатыр ғой. Маманы қарап, маманы әйтеуір несін полный бәрін қыдыратын жеріне апарып келеді, короче, полный. Сөйтіп. Папаң қандай адам болған? Папа бізде енді замначальник ровд болды, өзі полковник милиции. Сенікі династия ғой онда? Династия болды, қазір інімде, мысалы, династия деп айтса болады бізде. Ондай өте қатты кісі болатын. Бір айтамы, короче, қабағына, бізді қабақпен тәрбиелейтін ғой. Иә. Сөзін егер здоровый кісі болатын. Мен Ташбек деп қояды мені. Қазбек Ташбек деп еркелететін. Ташбек былай істе деп. Сосын ол кісі бір-екі жарыстарымды көрді, как раз мен ол кісіні қатты көз жасын неғылмай көре бермейтін ғой. Бірақ именно бір нәрсем өте қатты есімде қалды. Бірінші рет мен чемпионат мира отқан кезінде, как раз прямой эфирдан ба бір нәрседен көрді да олар. И мен жылап звондаймын ғой, короче, мирді отқан кезінде. Бірінші чемпионат мен Турцияда. Папа мен чемпион мира болды. И андай жылағың келіп, ылқық deyip сөйлей алмайатсың ғой жақта. Папа мен өттім, папа деп жылап, ар жақта тұрды. Естіп тұрмын ғой немен. Ол да жылап отыр ар жағына. И кейіннен айтады да маған, папа жылап отыр. И бір сосед жүгіріп келген, ойбай не болды деп. А папа, короче, үйге келген, үйде ешкім болмаған, то ли бәрі бір жерде көріп жатқан ба бойды, короче. Таудан келген ғой ол кісі. И үйді ашайын десе, үйде кілт жоқ қой, короче. Телефонға отырып, есіктің алдында жылап отыр, короче. И сосед жүгіріп келген ғой, короче. Мен балам, короче, әлемді ұттар, и, короче, үйде тойына. И сол момент айтады, папаң жылаған бірінші рет көрдім дейді. Табалдырықта отырып жылап отыр дейді. Балам чемпион мира болды деп. Сол моменттер, сол единственно папаң жылағаны. Өз анда кішкене не болатын? Қатты кісі болса да, бірақ анда эмоциональный болатын да кішкене. Жүрегі жұмсақ дейсің ғой. Жүрегі жұмсақ. Өте қатты бауырларға неді жақын болатын. Не болса да бауырларың деп бізде постоянно айтады. Бауырлармен бірге болыңдар, бауырлармен бірге болыңдар. Негізі кішкене өмір сүруге тұру керек негізі. Енді оңай емес қой. әр адамның маңдайына жазған тағдыр, өмір. Ол кісі де спортпен айналысты ма? Спортқа сені кім берді? Ол кісі спортқа оспорт жоқ еді, бірақ қазақтың енді болды, жігерлі аңдайсың. Спортқа жоқ еді. Бұрында күрестім дейді әйтеуір папа. Спортқа мен соседім спортсмен болатын ғой. Сосед. Осы кезде как раз әлемдік біріншіліктерге шығып жүрді. Мен соған қарайтын қызығатын. Қоян қолтықтан ба? Үймен бірге тұр ғой. Қоян қолтықтан ба? Жоқ, кикбоксер болатын. Дон Дракон Уилсонның жарыстарына баратын бұрында, әлемдік рейтингтер. И сосын мен баратын, сумкасын арқалап жүріп, сөйтіп залға барып жүретін, сөйтіп жүріп спортсмен болып кетті. Қалт жасынан болса қызығатын.
Сосын папа не бар спорттан дейтін, басында түсінбейтін ғой, не бар Иә. спорт. Потом бір ретінде Доңған Масанчида доңғандар тұратын жер бар ғой. Сол кезде бір үшінші орын алған бір мықты доңғанды ұтып алғанмын сол кезде. Ананы ұтқаннан кейін үйге медальмен келемін ғой. Бірінші медаль, сол медалім әлі бар, үшінші орын. Ана жақта көшеде бар, папа көзі сотрудник қой. Оның бәрі не қылады, өзі кәдімгі авторитет сол кездің өзінде. Ана наурыз дейді тойламайтын ғой, біздің көше бар. Ана мен ұтқан кезінде ар жақта действительно екінші наурыз болып кетті ғой. Сөйтіп спортқа сөйтіп келген болатын. Сөйтіп өмір бақи спорт, мен айтамын да, қаншалықты сотрудник болып жұмыс істесем де, қаншалықты не қылсам да, басқа да нелерден болсам да, спорт, соның бәрі айтқанмын да, енді бірінші алаң қалу ғой, бірақ бірден бір себепкер спортта бәріне. Жұмысқа да себепкер, бүкіл атаққа да себепкер спорт. Потому что спорт мен өмір бақи жүреді алдымда жүретін. Ал сенің өзінің есте қаларлықтай жекпе-жегің қайсы жекпе-жек болды? Есте қаларлықтай дейтіндей. Әр жекпе-жек өзінің несімен бар. Ең деген жекпе мүмкін әлем чемпионаты шығар мүмкін. Соңғы чемпионат мері. 2021-де соңғы чемпионат мері. Өйткені бізде чемпионат меріде ең бастысы заслуженный мастер спорттан алу үшін бізде 6 жыл подряд ұтылмауың керексің да чемпионат меріде. Охо, Ол 6 жыл деген қандай срок, ұтылмауың керек чемпионат меріде. Әжіптәуір уақыт. Менде басында енді болмайтын, ол басында арман болды да. Потом бір чемпионат мері ұттым, потом сөйтіп жүрген кезінде екінші чемпионат мері ұтқан кезінде менде уже цель болды, біреу ғана қалды ғой, давай деп. Иә. Сөйтіп жүрген кезінде, біреу маған өте теріс институт болып, по идее маған последний чемпионат мері бар ғой, паспорт болмай анда, бірінші Өзбекстанда болды последний 2021-де. Мына жақтан бастап негізі анау болды, ұтылып қала сақтап, бір балмен сөйтіп барып, финалда да последний чемпионат мерада негізі за выход финал өте мықты бір өзбекпен екем 8-8 болып ұтамын ғой. Ұтылып қалсам болды ғой, мен уже заслуженный мастер алмайтын. И сөйтіп алланың қалау ғой. И финалға шығамын да, финалда самый быстрый нокаут болды, не болды мен сабмишн. 21 секундта, ең быстрый, досрочный болды балаша. 21 секундта мен, болевой ұрып тастаймын ғой. Өмір істемейтін болевой соқ тастегенсің ғой. Бұйырып тұр, маңдайына жазылып тұр деген сөз онда. Еще бір бал тигізбей не қыламын ғой, болевой істеймін ғой. И вот сол кезде шығар мүмкін. И сол кезде аламын да, болды, не қылды, мен айтқам, соңғы немді, чемпионат мира ұмытам, и поясымды соқ тастаймын да, болды рукопашкадан шықпаймын деп. И самый әсерлі момент сол болды маған. Поясымды аламын да, видеоны тастаймын да сол кезде. И өзіме сенбеймін ғой. И кейде болады андай, түс көріп атқан кезінде, осы түс болып кетсе екен дегенде андай болады ғой, бір қорқыныш жағдай болып көзімді қас жұмған кезде оянып кетесің ғой. И мен сөйтіп неған кезде, неужели мына түс деймін ғой, неужели мен осыны бітіріп түс, өның ба, көзімді жұмамын да, қатты ашып, жоқ мен действительно отып атырмын деймін ғой. И сол кезде тастаймын поясымды. И сөйтіп самый әсерлі момент сол болған шығар маған. Өйткені ол қанша жылдан бері мен арманым болды ғой. Қанша жылдан мен арманым болды. И өзімді басымда айландырып жүретін, осылай істеймін деп. И соны сол моментте неған кезінде маған бір какой-то бір сиқыр болған шығар. Күш берілгендей ма? Сен бірақ бірнеше спорт түрін көрдің, ә? Жаңағы қоян қолды құрыс, рукопашка, самбо, панкратион. Панкратиондар, мен панкратионда просто чемпионат мирға шақырған, сөйтіп барып ұтып келдім ғой. Основной мен рукопашник бол негізі. Боевой самбодан да көп шыққан жоқпын мен негізі. Былай әлемдік рейтингқа шыққан жоқпын мен боевойдан. Облыстарда сөйтіп не қылатын. Просто обкатка ретінде. Основной рукопашкада болдым ғой. Рукопашный боймен. Ал Дартимге қалай келдің? Дартимға мен екінші чемпионат мирін ұтқан кезінде 2000 қанша? 2019-да ма? 17-те. 2017-те мен екінші чемпионат мирін ұтқан кезде мен шақырған болатын кім? Азиз бар ғой, тренер. Иә. Осыласы. Бірінші поздравлять етіп шақырды да, осыласы. А менде команда жоқ ол кезде. Сыртта тренировать етіп жүретінбіз балалармен. Команда бар. Просто осылай ол кісі келді да, осылай біз қазір рукопашка вкладывать ететінбіз. Ол кезде қатты көп предложение түсе бермейтін ол кезде. Кесе дейді да бізде командам, қазір мына жақта көп рукопашниктер, жас балалар бар. Соларға үйретесің, не қыласың деп мен біраз ойланып жүрдім да, көріп
что мне терять, Артем, осыны сені обеспечить етеміз деп уже қандай да предложенияларым шықты. Бұрында ондай көп аз еді ғой предложение. Қазір ғой бізден кішкене бір уровеньға жеткеннен кейін. Сосын мен почему бы и нет дедім, сосын как раз Альдар Балашпен таныстық, сөйтіп мен Артемде қалып кеттім ғой әлі күнге дейін. Ең бірінші былай айтқанда самый старпер мен қалдым ғой Артемде. Енді сенің жалпы нең туралы айта өтсек, түрлі нелерді бағын сынап көрдің ғой? Жаңағы ән айттың, басқа қылдың. Тағы да саған не қызықтырады сені? Не көргің келеді? Я әнде негізі қызық. Не қызықтырады деген, мен енді көп ойлаймын өзім бір кішкене бір өзім бір елге бір пайдалы какой-то бір нәрсе бір жүргізу керек еді дегенде. Бірақ енді қазір оған уақыт аз ғой. Мысалға мен енді көбісі айтады ғой, бекер айтпайды ғой, флеш деп мысалы. Көбісінде спортта мысалы қалай өзінің жылдамдығын көбейту, сол негізі проблема ғой көбісінде. Қалай жылдамдығын арттыру. Мен ойлаймын да, мен өзім в принципе қалай скоростты көбейту керек, қалай передвигаться ету керек. Сол жағын мен бағытын жақсы білемін да негізі. Өзім потому что скоростқа жақын болғаннан кейін, может сол моменттерді ма кішкене өзімді пайдалы бір определенный бір узкий бір специальностьпен өзімді бір кішкене бір көмектессем ба деймін да, сондай бір жағын. Бірақ ол әлі ой бір какой-то бір, не знаю, бір блог жүргізіп па, или бір сондай бір қызық бір нәрселер жасату керек еді негізі деген ой. Флеш деп саған кім қойды лақап атты? Әлде өзің тауып алдың? Өзім таптым. Былай айтқанбыз балалармен осы бір жақта не отқан кезде маған прозвище қою керек дедік. Басында Хамза дедік, сосын Хамза кішкене андай болды, сосын тағы бір нәрсе дедік. Сосын в итоге көре мен быстротамен ғой, давайте флеш деп. Флеш деп басына бір нәрсе болды. Сосын түп айланып келгенде, жақсы емес пе көре флеш, бәрі что-то ойланып қалды. Флеш дұрыс болады. Бүйтіп балалармен отқан болды, әңгіме соғып шай ішіп отқан кезде. Флеш дұрыс болады ғой, флеш деп флеш болып кеттік. Сен қай кезде түсіндің өзінің артықшылығың бұл жылдамдық екен? Рукопашкада. Потому что рукопашкада белсенді қимылдау. Иә, тез қимыл. Мен үйде бір определенный бір судьяларды қоймаса, мен ударларын көрмейтін негізі. Ал көріп тұрған өзінде теряться етеді, потому что рукопашка андай динамичный вид спорта ғой. Мен даже серийный балл алған кезде бір балл беріп қалуым мүмкін. Сол үшін бізге определенный бір судьяны қоятын. Мынау дұрыс қазір бәрін не қылады деп. Мен серия ұрған кезде бір балл береді да, сосын мен айтамын ғой, қарасашы, ана жақта серия өтіп жатыр дегенде. Сөйтіп видеоны қарайды, онда уақыт ғой кішкене. Сол сияқты бізге анда кішкене шустер судьяны қояды да. Ана жақта 3-4 удар өтіп кеткеннен сразу 2 балл береді деген. Рукопашка сол сияқты динамика ғой. Потому что біз бір айналып кетсек, бір кураж кіріп кетсек, біз тоқтата қоямыз ғой рукопашканы. Ал егер ұлың сенің сондай спортқа барам десе, келісесің ба? Я поддерживать етсем, егер в любом случае поддерживать. Егер спортқа даже не қылмаймын десе де, по-любому мен бір спорттың бір қыр-сырын шығарып беремін ғой, бірақ мен егер өлең айтамын десе де, его балет билеймін десе де, его поддержу. Ал ММА-ге барам десе ше? Өте қиын спорттың түрі. Өте спорт. Я мен артқа қарасам, мен өткен нәрселерді өтсін десе, я бы не хотел бы, конечно. ММА-дан, там, рукопашкадан. Ну, честно, мен не хочу, чтобы ММА-ға келгенге баланы. А сен өзің неге бардың ММА-ге? Біздің жол сондай болып кетті ғой, просто аз басынан төбелестік, сонымен төбелесіп кетті. Біздің енді жол сондай болды да. Мен по большому счету дзюдоны жақсы көремін. Баланы дзюдоға бергенге. Кейін тапқырлық, все-таки оқта дисциплина бар, тазалық бар, определенный бір нелер бар да, өзінің бір правилалары, заңдылықтары бар да. А бізде ММА-да ондай особо заңдылық жоқ қой. Аралас жекпе-жек болғаннан кейін сондай ғой енді. Иә, кішкене. Бірақ ол жақта медийка көп. Медийка, сен сол медийкаңды өте жақсы дамытып жатсың. Мына жаңағы егіз лебізді алсақ та, сен екі жақтан аудитория жинап алдың өзіне. Спорт жағынан, ММА жағынан, және әнші ретінде. Сол туралы айтып берсең кішкене, жалпы қалай қатыстың, қалай барам деп шештің, және бұдан алған бір әсерің туралы. Егіз лебіз, как раз мен сол кезде предложение түсін, мен Қазбек дейтін тезка жолдас болған. Вот сол кезде айтқан, осылай егіз лебіз, короче, по факту мен какой-то бір конкурстардан өтіп кеттім, өзі өткізіп жүрді бәрін. По факту өттім, мені одобрили, короче, братан, сен ұшып келу керек болатынсың дейді маған. Астанада еді ғой? Астанада. Иә.
сөйтіп додасыда короче мына жақтан жұмыстар бітіріп короче бардым, анан атмосфераны көрген кезінде маған енді мен спортсменмін мына жақта, ол жақта бәрі әнші. И сосын мен енді елдермен тіл табысып кетемін ғой, сөйлесіп кетемін додасыда. Тем более Еркеш Қасенің басында біліп не қылып жүрдік, сөйтіп екеуміз сөйлесіп кеттік, екеуміз короче ойлаған жеріміз бір ауыздан болды. Сөйтіп короче басында қысылып жүрдім. И потом бір-екі эфир өткеннен кейін айтқансыз, так, ребята, я вас научу как петь деген. Сөйтіп уже ойлар кетті. Мен тек қасымда жаңа напарницам Ақтотыда, ол да бір деген энерджайзер. Сөйтіп екеуміз не болды? Бұл маған жақсы практика болды. Бірақ мединка жағынан жақсы практика болды. Қазіргі я оны ары қаратай балалар деді қазір енді Құдай қаласа. Енді көбісі ол өзінің андай творческий нелері болмаса қиындау жақта кішкене. Міне творчество бұрыннан өлең айтқан жақсы көремін. Творчество кішкене бір задаткалар болмаса қиын. Олар да қызық адамдар негізі, өздерінше бір жеке әлем. Сөйтіп ақырындап маған да қазір негізі көп проекттарда шақырады қазір. Ән айту жағынан ба? Ән айту жағынан емес, ұлттық арнадан, мысалы, хабар ұлттық арна бар ғой, Иә. Маған көп звондайды негізі. Айелің екеуің кеңдер, бәрін неғып береміз, андай бір конкурстар бар, соған ұлттық арна мен айтамын. Мен өткенде мамамен бір барып келгем, сон бір съемкаға, мамам қыдырып келейінші дегем, уақыт тауып. Осы жақында бір аптаның ішінде шығу керек қазір, сондай мама екеуміз тамақ дайындаған бір конкурс болды, короче. Иә. Күшті ұлттық арнада ғой енді. Сосын өткенде бір 5 күндік неге шығып мен айтамын да, қазір менде бой бар, ары бер мүмкін көр, бойдан кейін бір хабарласып қалайын сіздерге деп. Сондай передачалар шақырады көп ұлттық арнадан. Нелері бар, сыртқа жіберейік дейді, конкурстарға, андайымдар. Өткенде ана крупный не бар ғой, маска бар ғой, сол маскаға шақырған мен негізі. Маска деген өте танымал жоба ғой. Танымал, маскаға шақырған мен. Келіскен жоқсың ба не? Мен айтқым, мен дайындық бар дедім. Келесі жобасына, бірақ келесі несіне мен сезонға келем дедім маскаға. Мен маскаға уже утверждать, мен басында жарып не қылмасаң керді, маскаға өзің қатыспасаң керді, хотя жюриға келсеші дейді. Мен как раз өз Астанада болып қалдым да. Көзге жақсы түсіпсің ғой. Мен айтамын аға, жюриға давай бір эфиріне қатысып берейін деймін ғой, жюрина. И короче, как раз Шакенти бар ғой, сол да жюриға болу керек болатын, екеуміз отыру керек болатынбыз. И мен короче Казмедиаға келем, и Шакенти келмей қалады ғой қазір неге. Бір короче состав, Шакенти келмей қалады, что-то болмай қалды. Ода екеуміздің короче неміз болмай қалды да, и эфирға бір не келмей қалды. Сосын келесі эфирді запускать етіп жүрмін, мен кету керек болдым келесі күні. Сонымен реті келмей қалды. Реті келмей қалды короче. Негізі жюри болып отыру керек болатын маскада мен. Қазірдің өзінде сенің көзінен бір ұшқын көрініп тұр да, саған сол қызық сияқты, иә? Күшті негізі, қызық негізі. Несі бір андай бір өзінің атмосферасы қызық. Не береді саған сол? Бір сезіміңді бір айту. Все-таки творческий андай бір қызығушылық қой, мне кажется. Ар жақта творческий қызыл, бір какой-то бір ана неге кереген от себя что-то там қызық бір нәрсені көрсетіп, өз ойыңнан бір нәрсе тауып алу, ар жақтан бір негізі оның өзінің бір темасы қызық. Мысалы тренировкада да бізде андай бір приемды қарап оны соны шығару несі бір какой-то интерес қой. Ар жақта да өзі просто адамдар да жақсы ғой жақта. Сыртында қасында жүреді, андайымдай бәрі ән айтып жүреді, короче, өзің бір духовно демаласың ғой жақта. Солысымен ұнайды. Ал жаңағы жобадағы, егіз лебіз жобадағы қатысушылармен қалай араласасың? Ол группамыз бар, группамыз күнде араласып жатамыз бір-бірімізбен ар жақта. WhatsApp-тағы группа ма? Иә, группаны, ол жақта басталады бізде. Жақсы бәріміз әлі күнге бір жиналып тұрамыз, мероприятияға барып тұрамыз, анан тойларға неғып өткенде кеп мен тойым жасаған кезде барып балалар кеп көтеріп кетті. Күшті өлең айтып, бәрі молодцы. Астанадан келді бәрі. Енді по возможности кімде концерт бар несіне емес, әлі мынандай қуаныштарда бірге неғып тұрамыз, потому что сол Казмедиа айтады да, біз қанша егіз лебіз жобасын көрдік дейді да, бірақ сендер сияқты ұйымшылдарды әлі сондай болған жоқ дейді да, сендерді бір по порядку бір жинап алған сияқты дейді да. Иә. Үйлесіп келісіп тұрсыңдар. Әлі күнге жақсы араласамыз, әлі күнге кездесіп тұрамыз. Жақынырақ араласатын біреу жарым бар ма? Егіз лебізде ма? Иә. Жақындағы Қазбекпен араласамыз, продюсер болды сол жақта. Еркеш Қасенмен жақсы араласамыз біз сол жақта. Және жастарымыз ғой, Қазбек, Құрайыш, солармен жақсы араласып постоянно приколдан прикол бізде екеуміз. Медика демекші бар ғой, сенің көзбен істейтін бар ғой, бірдеңе бүйтіп істейсің ғой. Сол қайдан шықты? Ол да бір медикаңа бір үлкен плюс болды ғой негізі. Медиканың несі, бір адамдар бір ерекшелік жақсы көреді ғой негізі. Адамдар әсіресе ММА-де. Әсіресе ММА. Бір қандай да бір любой қазір мысалы жоғары UFC-ден қарасан, мысалы тот же ана во время шығатын кезінде
андай бір елдер біреу билеп шығады, біреуіне бір какой-то бір изюминка болу керек қой. Елдерге мынаны қарашы дегендей. Мен айтам, а почему бы такой кім как раз бір кісі кім біздің биг босс айтты, бір сондай бір нәрсе істесеші дейді да, маған просто көзбен айтты, бүйтіп көрші дейді да маған, бірінші как раз неған кезінде. Сонда о бастан жасанды нәрсе ма не бұл? Ол бастан жасалған ғой негізі. Бір ретінде ол атты, ол бір ретінде хит болды, ол ең бірінші жасалған кезде бір ретінде хит болды. Потом бір моменттерде Ақтөбеде істедім, бір 3-4 рет істедім мен оны. 3 рет па істедім. Бір соңғы кездер қатты кетті ғой, просто соңғы кездесінде көзбен неған кезде. Менің ойымша деген бірінші рет андай енді эмоцияға беріліп бүйтіп істеп қалдың да, содан кейін ол атып кеткеннен кейін қайталай бердің ба десең? Жоқ, бірінші рет интернетте бар ғой, ютубта не қарасың, біріншім бар, потом екіншісі 3 рет істедім ғой аха. 3 рет істеген емес. Но осы біріншісі негізі қатты атқан болатын, содан кішкене ұмытылды да, сосын біраз жасамай жүрдім. И сосын шинкпен шыққан кезінде что-то непонятно болып кетті ол кезде, дұрыс подход болмады. И осы шыққан кезінде просто камераның объективі жақсы болды да сол кезде келген кезінде. Сол камера, мына шинкпен тұрған камера дұрыс объектив алмады. Шинкпен шыққан кезде, кіммен, последний бразильцпен шыққан кезінде Да Силвамен ба? Аха, Да Силвамен. Сол кезде четкий объектив алды. Өзімде четко келдім ғой негізі. Мен сені 2 жылдан бері танимын негізі. Бірақ бүгін кәдімгідей Қазбекті жаңа қырынан танып отырмын негізі ше. Енді соңғы сұрақты қоя өтейін. Жалпы жоспарың қандай? Өмірге деген, алғашқыдан 5 жылдыққа болсын мейлі. Көзқарасын дейді. Қазір ең бастысы менікі фокус қазір спортта болып тұр. Өйткені кішкене жұмыс барысымен, кішкене өзімнің бір нелерімнен уақыт жоғалтып алған болатынмын. Солардың бәрін қазір наверстывать етіп, құдай қаласа, травмалар болды, не болды. Адам негізі, мен бір түсінгенім, адам негізі бір нәрсемен айналысу керек екен. Жан-жаққа шашыла бермеу керек. Жан-жаққа бір жерге фокус алу керек екен. Өйткені анан бір не қыласың, мынаны бір не қыламын, кішкене болмайды екен. Өзің қиналып қалады екенсің адам баласы. Бір жақсы істеймін деп, кішкене артық қыламын деп тыртық қылуы мүмкінсің да. Сол сияқты мен бір қазір данмайым бір фокус алдым. Потому что мен қазір өзімнің пикімдамын. Неге, қазір құдай қаласа, неге қазір алдымыздан жаңағы Шавқат сияқты, Асу бауырым сияқты. У меня тоже большой талант ондай неде. И сол сияқты қазір үлкен бір өзімді үлкен ареналарда көрсем ба деп тұрмын. Қазір мен алдымда Қазақстанда бір 2-3 жекпе-жегім бар. Қазір елге керек та. Соны неғым ар жағынан уже теңіз асып, құдай қаласа, ең басты былайша айтқанда план енді UFC болып тұр ғой менде. Бір құдаймен бір нәрсемен бір бөлеп қойған сияқты бар. Айналып келсем де әйтеуір по-любому спортта неғылым да. И мен өзім кішкене былай шашылғаннан кейін ба кішкене фокусымды теретіп едім, бірақ құдай маған бір үлкен бір алдыма осы өмірде бір задача қойған сияқты, сен спорттан үлкен белеске жетуің керек дегенде ішімде бар да, мен ол ішімде бар, потому что мен клеткаға кірген кезінде өзімді комфортно чувствовать етем, өзімді бір судағы балықтай сияқты да. Почему бы и нет? Мен қазір алдымда құдай қаласа, қазір жасым 30-да, алдымда өлдім бір 4 жылым бар ғой. Сол 4 жылды бір четко бір поднажимать етіп жатсам, ар жағынан уже любой момент уже бизнесімізді да, жұмысымызды да жалғасып кете аламыз да. Қазіргі мен енді былай қарап 4 жылдық қазір планым сол. Основной спорт, бала шағамды қазір ең бастысы менімен қуанып ертесің әке деп атыратындай бір енді ізіміз қалатындай ғой, ең бастысы бала шаға. Бұл өмірде ең бақыт сол екен ғой, үйленбей жүрген жандарға айтатын, үйленіп алыңдар тезірек, потому что еркек әйел адамсыз өте несі кішкене, былайша айтқанда действительно бір потенциалдары скрывать еткен да адам. Үйленген кезінде ол адам раскрываться етеді. Бір андай бизнес деп бойдап жүрген әңгіме ол просто. Потому что адамға ол ризық кімнемен келеді, ол үйленумен келеді, баламен келеді, сол сияқты. Ол өзінің бар нәрсесін ашамай отыр да. Сол сияқты үйлену ол керек тез адам. Жағдайың болып тұрса, ол сен үйленуің керексің ғой. Жасыраға жақсы кеңес. Жақсы кеңес, как раз үйленбей жүрген біздің балалар бар. Бірақ мен жолдастарым бәрі үйленіп кетті, біреу ғана бар только. Үйленбеген. Айтып жүрсің ба, қашан үйленесің деп? Ол мен айналысып отырық, короче, қазір Асу екеуміз екі жақтан. Қатырып жүрсіңдер ме? Жайт Қазбек, көптен көп рахмет саған. Келіскеніңе, келгеніңе, қызықты сұхбатыңа.
шынайылығың үшін көп рахмет. Жақсы әңгіме болды. Жақсы әңгіме болды. Айтқанымдай жаңа қырынан таныдым сені. Рахмет. Алға өсе берсін, каналдарыңыз осылай үлкен аты шулы адамдар келіп өзінің жақсы, былайша айтқанда бұл подкасттардың өзі жақсы қырынан көрсе адам өзі осыдан жақсы бір пайдалы бір зат алу ғой. Сол сияқты. Әмин, рахмет. Осымен тамам достар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.